Достар, сәлем, сіздермен бірге Боксофт арнасы, яғни Бауыржан. Бүгін біз сіздерге YouTube'тан қалай ақша табуға болатын туралы айтатын боламыз. Осының алдында біз интернеттен ақша табудың екі тәсілін айтқан болатынбыз. Оның біреуі Инстаграмнан лайк басып ақша табу болатын болса, екіншісі жай ғана реклама қарап отырып ақша табуға болатын тәсілдер болатын. Яғни бұл екі тәсілде бастап кету өте тез және ақшаны шешу оңай, бірақ өте көп доход әкелмейді. Яғни ондай көп таба алмайсыз, бірақ шынымен отырып ұзақ уақыт отыратын болсаңыз табуға болады. Егер де сізді қызықтырса, төменде сілтемесін қалдырып кетемін. Ал бүгін біз YouTube'тан ақша табу туралы айтатын боламыз. Бұл видео сіздерге сабақ ретінде түсіріліп отыр, яғни қазақ тілді осындай мәліметтер беретін арналар өте аз, тіпті жоқ десе де болады. Кейбір видеолар бар енді, бірақ олар 1-2 жыл бұрын түсірілген. Бірақ YouTube'та ай сайын жаңадан жаңартулар, обновлениелер болады, сондықтан олардың көбісі сәйкес келмейді. Кейбіреулері бар, осындай бастап күшті етіп түсіріп келе жатады да, әрі қарай үйрену типа платный қылып қояды, ақылы қылып қояды. Яғни менің курсыма жазылыңыз, сосын сізге барлығын үйрететін боламыз бірдеме деген сияқты. Біздің бұндай сабақтарымызда мүлдем ондай болмайды, барлығы тегін болады, тек сіздер үшін. Сол үшін мен сіздерге осындай видео сабақтар түсіріп отырмын. Бұл сабақ бұл бір видеомен бітіп қалмайды, яғни сіз бір видео көріп полный бәрін біліп кетем деген болмайды. Сондықтан бұл видеолардың әлі жалғасы болады. Бұл тек кіріспе видео. Егер де сіз осының барлығын көріп нәтиже шығарғыңыз келсе, видеоны аяғына дейін көріп барлығын тыңдап алғаныңыз дұрыс. Бұл бірінші видео, яғни кіріспе деп аталады. Ең бірінші мен YouTube каналымды ашқаныма, осы YouTube каналды Боксофт деген 3 жыл уақыт өтіпті. Яғни 3 жыл уақыттың ішінде мен көп уақыт жоғалттым. Басында монетизацияға заявка жіберем, қабылдамайды, отклонить етіп тастайды. Ол өшіріп тастағаннан кейін заявканы 1 ай күту керек болады, 1 айдан кейін қайттан жіберу керек болады. Сосын мен оған ондай көп қатты мән берген жоқпын. В общем, уақыттарымның көбісі өтті. Бірақ интернетте қазақша мәліметтер аз болғандықтан орысшаны да дұрыс түсінбедім. Сөйтіп уақыт көп өткеннен кейін әйтеуір үйтіп әр жерден оқып монетизацияны бірдеме қосып алдым. Бірақ оны қосқанның өзінде де, яғни сіздің тұрғылықты жеріңізге өзіңізді растау үшін почтадан хат келеді. Ол почта деген кәдімгі электронды почта емес, яғни Қазпочта, сіздің үйіңізге жақын Қазпочта, соған осындай хат келу керек. Қарап отырғандарыңызда Google AdSense деген жазуы бар. Осындай ішінде, яғни осындай 6 цифрлы пин-код жазылған, осындай сізге хат келу керек. Бұл хатты мен күтем деп тағы 4 ай уақытымды жоғалттым. Яғни бұл дегеніміз өте көп уақыт. Яғни осы уақыт ішінде мен, яғни ұзақ уақыт құртқан себебім, яғни көп қателіктер жібердім, яғни көп нәрсені ешқандай түсінген жоқпын, өйткені маған бұны үйрететін адам болған жоқ. Сондықтан сіздер осындай қателікті қайталамау үшін осындай сабақтар түсіріп отырмын. Яғни бұл сабақтар каналды қалай ашудан бастап ақшаны қалай шығаруға дейін түсірілетін болады, және де ай сайын қандай Google'да, яғни YouTube'да обновлениелер бар, қандай жаңартулар бар, соның барлығын осылай айтып, қазақша түсіндіріп салып отыратын болам. Өйстіп видеолар тоқтап қалмау үшін сіздер маған поддержка беріңіздер, ал мен сіздерге осындай қазақша сабақтарды үзбей тез-тез шығарып отыруға тырысатын болам. Сонымен кеттік, кіріспе сабағымызды бастаймыз. Сізге жаңа ғана, яғни реклама шыққан болар, телефоныңызға жанында пропустить деген жазу бар, немесе видео басталған кезде әлі шықпаған болса, немесе осы видеоның арасында рекламалар болады. Яғни осы монетизация деп аталады. Монетизация, яғни монетизация дегеніміз не? Монетизация ол YouTube'тың бір функциясы, яғни ақша табуға арналған. Сіз авторсыз, өзіңіздің видеоларыңызды саласыз. Сол видеолардың арасына, яғни осындай рекламалар шығады. Осы рекламаларды мысалы адамдар көп көрген сайын, яғни сізге ақша түсіп отырады. Көбісі ойлайды, осы YouTube просмотрға ақша береді деп. Жоқ, просмотрға ақша бермейді. Сізде миллион просмотр болсын, сізде монетизация қосылмаса, сізге ешқандай да YouTube бір тиын да төлемейді. Сондықтан монетизацияны қосып алу керек. Монетизацияны қосу ол барлық YouTube каналға қосыла бермейді. Сіз YouTube'ды ашқаннан кейін шамалы YouTube'ыңызды бірнеше сатыда дамытуыңыз керексіз. Яғни бір условия қояды YouTube. Сіздің подписчигіңіз 1000-нан асу керек, және статистика бойынша көрген сағатыңыз 4000 сағатқа жету керек. Яғни сіздің көрген емес, сіздің подписчиктеріңіз көрген
сіздің оқырмандарыңыз көрген сіздің видеоларыңыздың көрілімі 4000 сағат болу керек. Көбісі ойлайды 4000 сағат дегеніміз ол 4000 просмотр деп. Жоқ, бұл 4000 просмотр емес. Бір сағатта бізде 60 минут бар. Яғни 60 минут 4000 сағатта, яғни 240 мың минут болады. Осы 240 мың минутты сіз шығаруыңыз керексіз. Мысалға мен 10 минуттық видео түсіріп, оны YouTube-қа саламын. Сөйтсе 10 минуттық видеоны менде 1000 адам полный бәрі 10 минуттан көрді деген сөз. Менде уже 10 мың минут менің статистикама жазылды деген сөз. Яғни тағыда мен видео түсіріп салам, мысалға 8 минут болуы мүмкін, оны да тағы мысалға 10 мың 20 мың адам көреді, оны мысалға 160 мың минут болады, уже 8 минутты 20 мың адам көрген кезде. Сондай барлығы осының алдында 10 мың минут пен 160 мың минут барлығы сіздің түсірген видеоларыңыздың минуттары қосылып 240 мыңға жету керек. Бірақ бір адам сіздің видеоңызды мысалы толық көрмейді, мысалы жартысын ғана көруі мүмкін, ол 5 минут болып есептеледі. Толық көрсе мысалға 10 минутты есептеледі деген сияқты. В общем, барлығы қосылады. Сол статистика, яғни сіздің соңғы бір жылда жинағаныңыз, мысалға мен бір жылда жинасам, сіз мысалға бір айда жинап тастауыңыз мүмкін. Яғни главный 240 мың минутқа сіздікі жету керек. Және де YouTube-тың өзінің ережелері бар. Сіз біреудің видеоларын көшіріп салмауыңыз керек. Өзіңіздің жеке видеоңыз болу керек. Және де видеоға қатысты әртүрлі алгоритмдер бар. Оның барлығын біз келесі жолы сабақтарда айтатын боламыз. Көбісі ойлауы мүмкін, ой, 240 мың өте көп уақыт, менің қолымнан келмейді, өте көп уақыт жүру керек деген сияқты. Маған ешкім үйреткен емес бұл туралы. Мен өзім 3 жыл жүрдім. Егер де сіз жақсы нәтиже шығаратын болсаңыз, бұған бір ай уақыттың ішінде жетуіңізге болады. Сондықтан ерінбеңіз, жалқауланбаңыз. Және де екінші сұрақ, көп адамдар сұрайды, яғни бәріне қызық сұрақ, YouTube қанша төлейді деп, яғни қанша ақша төлейді. YouTube-тың ол белгілі бір нақты төлейтін сомасы жоқ. Яғни айтып өткендей, бағанағы просмотрға емес, рекламаға төлейді ғой. Реклама шыққан видеоңыз, мысалға, яғни 1000 просмотрға деп есептейді. 1000 просмотрда мысалға сізде 300-200 ғана реклама көрінуі мүмкін. Сол рекламаға төлейді. Мысалға, сіздің видеоңыздың ол тематикасына байланысты болады. Мысалға, сіздің видеоңыздың тематикасы, мысалы, инвестиция немесе ақша туралы, немесе қаржылық сауат, тағы да басқа туралы болса, яғни бұл ең жоғарғы төлейтін тематикалар. Сізде мысалға 1000 адам көрген жағдайда видеоңызды сізге $1 дейін төлейді. Видеоңыз мысалға 10 мың рет немесе 100 мың деп алайықшы. Егер де сіздің видеоңыз 100 мың рет көрілген болса, сізде уже $1000 жиналады деген сөз. Орта есеппен, яғни $1000, бізде $1 417 теңгені құраса, қазіргі уақытпен 2021 жылдың, яғни 21 февраль, яғни ақпан айында 417 теңгені құрайды. Мүмкін ол баға өсуі мүмкін, немесе алдағы уақытта төмен түсуі мүмкін деген сияқты. Егер де сіз мысалы 100 мың просмотрға $1000 жинасаңыз, уже сізде 417 мың теңге жиналды деген сөз. Егер де сіздің мысалға тематикаңыз, яғни тақырыптарыңыз музыка туралы, немесе вайн туралы, немесе әзіл, тағы да басқа, яғни орысша айтқанда развлечение деп аталады, сондай тематикада болса, YouTube вообще төмен төлеуі мүмкін. Яғни 1000 просмотрға 0,2, даже $0,1 дейін төлеуі мүмкін. Яғни сіз 10 мың просмотр жинаған болсаңыз, сізге яғни $2 немесе $3, яғни $5-6 әртүрлі, яғни өзінің нақты сомасы жоқ, сондай аралықта төлеп отыратын болады. Уақытта, яғни бұған тағы да толық тоқталатын боламыз, яғни әрқайсысы өзінің сабағында, және де осы хатты қалай тез алу керектігі туралы барлығында толық айтатын боламыз. Видеомызда, яғни каналды қалай ашу керек, және де оны қалай сәндеу керек, обложкаларын қалай қою керек, және де алғашқы 1000 подписчикті қалай тез жинауға болатынын, және де 4000 сағатты қалай тез жинауға болатын туралы барлығын түсіндіретін боламыз. Сол үшін бізбен бірге болыңыздар. Төмендегі қызыл подписаться деген жазуды үстін басып, жанындағы қоңыраушаны басып кетіңіздер. Сол кезде міндетті түрде менің шыққан видеоларымды сіз бірінші болып көретін боласыз. Бастысы, яғни ұмытып кетпеңіз, бұл компьютері барлар ғана жасайды деген сияқты сөз емес. Сізде телефон болсын немесе компьютер болсын, бәрібір тек интернет болса болды сізде.
сол интернет арқылы, яғни видеоларыңызды жүктеп отырасыз, каналыңызды сәндеп қоясыз, болды. Басқа артық ештеме керек емес. Телеграм каналым бар, яғни Boxsoft APK деп аталатын. Мен өзім жеке жүргіземін, соған қандай жаңалықтар болып жатыр, тағы да басқа әртүрлі пайдалы заттарды салып отырам. Сол телеграм каналыма менің жазылып алыңыз, төменде сілтемесі тұр. Соны басыңыздар, және де сол арқылы менімен жеке, яғни сөйлесуге болатын болады. Тағы да сұрақтарыңыз болса, комментарийге жазып кетіңіздер. Сол сұрақтардың барлығына мен келесі видеода толық жауап беретін боламын. Келесі видеоны осы 1-2 күн ішінде салатын боламын. Сол үшін бізбен бірге болыңыздар. Келесі кездескенше сау болыңыздар.